Сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін диетамыздың 3-ші күні. Кеше түсірмедім. Бір мен екінші күн қандай результат болады. Bir күнде барлығы біліне қоймайды ғой. Сондықтан бүгін түсіруді жөн санадым. Және қосымша өзіме қандай уход жасайтынымды, қандай кремдер қолданатынымды, қалай бет күтетінімді көрсеткім келді. Так. Получается, мен таңертең аш қарынға осы дәріні ішіп, спирулин, бұл дәрі емес, как бат ретінде да. И қосымшасына жаңағы үшеуін іштім. Негізі дұрысы болады екен, күніне 2 литр су ішкен. И потом кожаға көп нәрсеге жақсы әсер еткен. Шынымен де кожам более-менее улучшится еткен сияқты. Негізі мен уходқа өте жақсы қараймын. Корейский косметикаларды, корейский уходовый косметикаларды көп аламын. Мен осыдан 2 жыл, 3 жыл бұрын прям тональный крем, пудра дегеннің оригиналын алып, басқасын алып, жоқ, қазір ондайым жоқ, вообще боянбаймын. Қасымды да жылмаймын, бүкілі натуральный, өзімдікі. Ал, енді бастайық. Бірінші мен тонер қолданамын. Мен қазір, получается, бұрын айтушы еді, жаңа Корейдің қыздары каждый утром уходовый косметика 9-10 түрін жағады екен деп. Қалай деп өзіміз таңғалатын едік. Қазір өзім сондай болдым, шын айтсам. Таңертең басталады мен пенкамен, Тони Моли, хороший пенка маған ұнайды. И пилинг. Пилинг уже азғандай ғана қалды. Ішінде бұны көп күнде емес, енді 2-3 күнде бір рет қолданамын. И обязательно одан кейін тонермен де жағылады. Өзім осылайынан не істеп аламын да, и похлопывающим движением бүкіл бетке распределять етемін. И то, что хорошо, похлопать етсең более тез сіңеді, чем былайынан істегеннен гөрі похлопать еткен более тез сіңіп, бетіңіз андай тереңнен әрленеді. Ал егер былайынан просто массажировать етіп не істесеңіз, тек поверхность бетіңіздің поверхності ғана более увлажненный болып қалады. Негізі уже 25 жастан асқаннан кейін бет күтіміне, өзіңізге жақсы қараған дұрыс. Более внимание аударып деген сияқты. Чем жаңағы тональныйдың орнына осындай кремдер, сывороткалар алып, осындай наборлар алғандарыңыз дұрыс. Мен негізі күнде маска істеймін. Маска менде, может быть, мынадай тканевый болуы мүмкін, или осындай ночной болуы мүмкін, или просто порошковый болуы мүмкін. Мен бірақ бүгін тканевый істеймін дедім да, кішкене уақыттың аздығына байланысты тек түнде ночной масканы жаға саламын. Бірақ менде обязательно күніне бір рет присутствует маска. Мен өте қатты жақсы көремін маска істегенді, бетке уход жасағанды, шашқа маска жасағанды өте қатты жақсы көремін. Бізде екінші кезекте тұрады эссенция. Тоже хорошо, прям помогает. Даже былайынан осы эссенциядан кейін маска қолданғанда дұрыс. Бәші бетіңіз прям увлажненный болып әрленіп тұрады. Астананың погодасына негізі көп уходовый косметика, крем жақпасаңыз далаға шығуға не стоит. Бетіңізді қарайтып, сразу андай не очень вид береді. Сразу қатпарланып, короче, менде сондай, өзімде сондай. Менде өзім вообще кожамындай, совсем ондай капризный кожа. Даже осылай қолдарым көріп тұрған шығарсыздар. Кімді шошытып алсам, пожалуйста, слава нервына вообще қарамаған дұрыс. Мен бұған уже дәрі таба алмай жүрмін, шынымды айтсам. Ол кетеді, қайтып шығады, кетеді, шығады. Короче, кеткенде де до конца кетпейді. По-любому ізі тұрады, и потом бір кезде өзінен өзі өршіп шығады. Короче, солай. Біреулер айтады, что ол судан дейді, суықтан дейді, даже ішектен, асқазаннан дейді. Организмде бірдеңке расстройство кожаға шықты деген сияқты.
Мен бірақ қолданып көрдім китайский, корейский леченияларды. Негізі экзема ол кетпейді деп айтады. Оған тек уход керек. То же самое хороший жақсы кремдер алып жағып тұру керек. Перчатка қолданып деген сияқты, посуда жуған кезде, шаң сөткенде деген сияқты. По-любому біз келін болғаннан кейін қолымыз судан шықпайды ғой. Так, ендігі кезекте бізде вокруг глаз. Бұл как вокруг глаз крем емес, как бізде бұл сыворотка ретінде жүреді. Негізі мен вокруг глаз көп қолданбаймын. Анда-санда стараюсь там особо қатты увлекаться етіп кетпеуге вокруг глаз. Мен, наверное, қорқатын шығармын стареть етуге. Барлығы, в принципе, солай, но ендігі кезекте бізде сыворотка. Мен сыворотканы өте қатты қолданамын. Білмеймін, менде сыворотка алам. Уже 2 ай, 1 жарым ай уже бітіп қалады менде. Білмеймін, маған ұнайды сыворотка. Бетін жаңағы ылғалдандырып, увлажнениясын арттырып, сөйтіп тұрады. То же самое похлопывающим движением барлық нелерді осылайынан хлопот етіп бетті терең сіңдіруге, увлажнять етуге, сияние беруіне көмектесеміз. Так, енді спирулинға келетін болсақ, мен 2 күнде не өзгерді? Шынымды айтсам, бірінші күні, даже екінші күні де, жоқ, бірінші күні ғана болды, кішкене головокружение болды. Бірақтан да у меня такое чувство, даже мен пол жусам да, мен негізі особо терлемейтін адаммын да, өзім құрғақ, бетім құрғақ, денем құрғақ деген сияқты терлемейтін адаммын. Жаңағы пол жуам, қара терге түсем. Бір кішкене қимылдаймын, все, қара терге түсем. Терлеп, прям, білмеймін, андай қазір қыс болғаннан кейін үйдің температурасы бір қалыпты емес, сондықтан терлеп, тоңып, қайтып терлеп, терім жабысып қалып солай болды. Кешеде былайынан солай болды, бірақ көп емес. Действительности, что ол аппетит жоғалтады дегені, возможно, рас шығар, мен бірақ өзім особо көп тамақтанбағаннан кейін я особо не заметила, честное слово. Бірақтан да күніне 2 литр су ішу керек дейді. Бетім уже улучшаться еткені былайынан көріп тұр. Қазір мен вообще без эффекта, без ничего, просто камера қосып тұрмын. Жоқ, шынымен бетің улучшаться етеді. Бірақтан обязательно күніне 2 литрден су ішу керек екен. Мен негізі 1,5 литр ғана ішіп жүрген, бүгіннен бастап енді 2 литр ішетін болдым. Больше эффект болады екен. Так, енді бізде завершающий остался крем. Ухи, менің самый любимый брендім. И крем тоже менде сондай. Тез таусылады. Крем и сыворотка. Тоник менде тонерлер вообще уже 3 пачкасы тұр. Шын айтсам, банкасы осылайынан үлкен такой. Мен білмеймін, енді қолданам, негізі жақсы қолданам, то же самое. Просто әйтеуір объем үлкен болғаннан кейін ба көп қалып кетеді. Энергияны көбейтеді. Более андай движениемен жүресің. Вообще шаршамайсың. Потом түнде ұйқың жақсы болады. Маған өзім ұнады, өте спирулиновый водорослейден жасалған. Мен өзім водорослейді жақсы көремін. Жаңадан содан жасалған салаттар, просто так нені жегенді суға салып, просто пісіріп жегенді тоже жақсы көремін. В общем, результат хороший. Менде көріп тұрғандарыңыздай, мінекей мен ішім бар, мына жерлерінде жироктар бар. Если заметно, не. Менде 3 рода болған, сондықтан менде уже кәдімгідей
ішім қалып кеткен, сондықтан соны кетіреу үшін және аяқтарымды аздыру үшін менде получается квадратная фигура, аяқтарым бүкілі как еркектікі сияқты дей ма, квадратный фигураларды сондай деп айтады. В общем, солай. Вроде хороший результат, посмотрим, до конца доведем. Если побочный эффект болмаса, до концаға дейін апарамыз. Еще, кстати, если сіздер осылай экземаға қарсы бір хороший лечениемен жақсылап емделіп кеткен кісілер болса, или емделген кісілер болса, сонда номер емдейтін кісілер, то есть болса, номерлерін жіберсеңіздер, астына комментарийға жазып кетсеңіздер, тіптен жақсы болады. Даже менде капризные чувства, даже мен иногда тональный или жаңағы мынандай бір кремдерді жағып отырамын ғой, если мне ол какой-то бір химический состав болып ұнамай қалатын болса, все, мен уже қолым бітті, кетеді, игере алмай қаламын, мен уже өзімен өзі, короче, осылай суланып, пузырькаланып кетеді. Сондықтан мен всегда оригиналын и қымбатын аламын. Бұлар өте қымбат тұрады, бірақтан да стоящий своей цены. Зато бетіңіз әрленіп, әдемі болып, жас көрініп қаласыз. Например, сіз қазір кремді бастадыңыз, уходыңызды бастадыңыз, 20 жастан болса, сол возрастта алып қалуға болады. Егер сіз 25 жастан болса, сол 25 жас возрастта алып қалуға болады. Уже ол 40 жастан баста, ол уже кеш болып кетеді негізі. Лучше бастау керек, ертерек. Зато әдемі қалпыңыз сақтап қаласыз. Мен өзім 22 жастан бастадым. 22 жастан бастап, уже корейский косметикалар, азиан косметик келе бастаған кезден бастап, мен уже қолдана бастадым. Все, всем пока.